Сәлеметсіздер ма балалар? Бізде қазір қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы сын есім. Сабағымыздың оқу мақсаты мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Сөз таптары зат есім, сын есім, сан есім, етістікті ажырату, сауатты жазу. Өзімізді балалар тексеріп көрейік. Үй тапсырмасы бойынша сын есім дегеніміз не? Дұрыс айтасыңыздар. Сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөз табын сын есім дейміз. Сын есімге қойылатын сұрақтар қандай қай? Мысал келтіретін болса, қандай? Әдемі, тәтті, жақсы, қызыл. Оқулығымыздың 91-ші бетін ашайық. Бүгін өтетін тақырыбымыз, яғни 61-ші тақырып бойынша мәтін мазмұнын болжау, мәтінді түсініп оқу. Балықшы мысық. Мысық өзенге балық аулауға барады. Қармағын суға салады. Оған шабақ түседі. Бұл кішкентай балық қой деп ойлайды мысық. Қармағына құртын іліп алып, тағы да суға тастайды. Бұл жолы қармаққа алабұға түседі. Алабұға да онша үлкен емес деп ойлайды. Қармағын үшінші рет тастайды. Қармаққа үлкен шортан балық түседі. Ол мысықты суға сүйреп әкетеді. Мәтіндегі негізгі ойды анықтай қойыңыздар. Сын есімдерді және күрделі зат есімдерді табамыз. Дескриптор. Оқушылар мәтінді түсініп оқиды. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжай алады. Мәтіндегі негізгі ойды анықтайды. Мәтіннен сын есімдерді және күрделі зат есімдерді табады. Балалар, сендер қандай балықтарды білесіңдер? Дұрыс. Тағы да балықтар туралы білгілерің келе ме? Балықтардың әр түрлері болады екен. Олардың бірі майшабақ, сазан, алабұға, бекіре, шортан, жайын, табан, жалпақ балықтарын алуымызға болады. Олай болса, 62-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Сын есімдердің астын сыз. Алабұға, алабалық. Көрінеді адамғаны арқасында тікені бар, жүрмесінше қадап алып. Яғни бұл өлеңнен сын есімдерді тауып астын сызамыз. Дескриптор. Өлеңді дауыстап оқиды, өлеңді қатесіз көшіріп жазады. Келесі тапсырма 63-ші жаттығу, яғни бұл менің бағытым ойыны. Бұл жерде сын есімдерді тиісті зат есімдермен сәйкестендіріп дәптерге жазу. Мысалы, жазық дала. Зат есім дала, балалар. Қандай дала? Жазық дала. Арық. Қандай? Арық. Қой, яғни зат есім қой, арық қой. Қандай қой? Арық қой. Яғни зат есім қой, сын есім арық. Берілген дескриптор берілген сөздерді оқиды. Екінші, яғни сын есімдерді тиісті зат есімдермен сәйкестендіреді. Үйге тапсырма 64-ші жаттығу. Мәтінді қатесіз көшіріп жазып, мәтіннен сын есімді табады. Кері байланыс. Бәрін түсіндім, яғни әлі де білгім келеді, көмекті қажет етеді. Кері байланысты маған жіберулеріңізді сұраймын.